Арыста мүмкіндігі шектеулі жандардың еркін қозғалуына қолайлы жағдай жасау мақсатында арнайы жұмысшы топ құрылып, қала нысандарындағы пандустардың жағдайы тексерілді. Рейд жүргізу барысында талапқа сай орнатылмаған пандустар анықталып, нысан иелеріне түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Арыс қаласы бойынша мүгедектігі бар адамдардың әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріне кедергісіз кіріп шығу жағдайларына мониторинг жүргізу жөнінде жұмысшы топ қаладағы бірқатар нысандарға рейд жүргізді. Нәтижесінде бірнеше нысандағы пандустардың талапқа сай емес екендігі анықталды. Жауапты мекемелерге оларды қайта жаңарту және түзету бойынша нақты тапсырмалар берілді. Мүгедектігі бар азаматтарды қолайлы орта қалыптастыру мақсатында қазіргі таңда қала әкімі Қайсар Закировна арнайы тапсырмасымен жұмыс топ құрылған болатын. Жұмыс топ құрамына тиісті сала өкілдері, Аманат партиясының құрылыс, ЖКХ мамандары қамтылған. Бүгінгі таңға мүгедектігі бар азаматтарды кіріп шығуына, яғни қызметті ешқандай кедергісіз алуына біз мониторинг жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазір вокзал аумағына келіп отырмыз. Мына жерде пандустарыңыз талапқа сәйкес келмейді. Одан кейін кресло коляскінде көтерілуіне де дұрыс жағдай жасалмаған. Елдің көлемі ара қашықтығы үлкен болуда. Осыларды біз қазір тиісті мамандармен акт жасаймыз. Сол актіге сәйкес тиісті мерзімін қойып береміз. Мерзімге сәйкес талапқа заңдастырып сәйкестендіріп қоюлары қажет. Ал егер талапқа сәйкестендіріп қоймасын, заң талаптарына сәйкес тиісті әкімшілік айыппұл салынатынын ескертеміз сіздерге. Пандус орнатудың өз талаптары бар. Мүгедектерге арналған арба жолдың биіктігі қанша болса, ұзындығы сол көрсеткіштен 10 есе асуы керек. Оған қосымша кілемше төселіп, немесе арнайы кедергілер болуы шарт. Сонымен қатар жауын-шашыннан қорғайтын пана мен сүйенуге ыңғайлы қорғаны болған абзал. Бұл жұмыстар қаладағы инклюзивті орта қалыптастыруға бағытталған маңызды қадам болып табылады. Қала билігі алдағы уақытта да әлеуметтік қолжетімділікті арттыру жұмыстарын жалғастыратынын атап өтті. Жантөре Болысмұрат, Арт ТВ жаңалықтары.